Ассаламу алейкум достар. Сіздермен бірге Білсей арнасы. Оқиға басталмас бұрын арнама жазылып, лайк басып, қазақ тілді арнамды қолдай кетіңіз. Автобустағы террорист. Салонға толтырып жолаушы отырғызған ескі автобус ырғала тартып келеді. Кенеуі кеткен көне асфальт көліктің адымын аштырар емес. Бірде бауыр жазып, бірде шоқырақ аяңмен ілгері жылжиды. Күн көтерілген соң даланы ыстық ауа буып, іштегі жолаушылар мазасыздана бастады. Шопыр жігіт енді 20 шақырым жүрген соң арнайы аялдама барын айтып, адамдарды сабырға шақырған болды. Расында, аздан соң автобус келіп тоқтаған аялдаманың сыйқы жұпыны болғанымен адамдар жайғасып, салқындайтын көлеңке сая бар екен. Жолаушылар ауқаттанды. Автобус жолға шықты. Осы аялдамадан басы жұқа тақиясы бар, тақырлау, көсе сақалы, шашырай өскен 25-30 жас шамасында жас жігіт отырды. Көліктің артындағы бос орындыққа жайғасқан бұл азамат түс ауған әлетінде шопырға сәл аялдауын өтінді. Автобус іріліп тоқтады. Ұйқылы ояу адамдар марғау қозғалып, еснеп құшынып, қозғалысып жатты. Жігіт көліктен түсті де, жол жиегіне жайнамазын жайып жіберіп, алдымен азан шақырды, одан соң намазын өтеді. Автобустағы жолаушылар болса, әңгіме бағытын намазханға бұрды. Алдыңғы жақта отырған денелі кеңсе әйел: «Почему он читает намаз? Какой он имеет право останавливать автобус?» деп зіркілдеп берсін. Онымен қоймай, уахабист деп ежірейді. Қызық болғанда автобустағы адамдар бұзыр бет, бұйра шаш әйелді қолдай жөнелмесі бар ма? Оған мына жақтағы қалғып отырған шалдаури еркек қосылды да: «Осыларды түсінбеймін. Баяғыда намазды үлкен аталарымыз оқушы еді, жабырас болып сақал қойып», деп өзі жанғалы тұрған өртті тұтатты да жіберді. Жігіт намазын оқып көлік ішіне кіргенін сол еді. Бұзыр қатын барынша ежірейіп, «Неме шайнам» дегенді тістеніп айтты. «Неге тоқтайсың?» деп шопырға да дүрсе қоя берді. Іштегі жағдайды аңдаған жігіт «Субханалла» деді де орнына барып жайғасты. Сөйтіп, әп-сәтте жексұрын болып шыға келді. Автобус ырғалып келе жатыр. Күн еңкейіп, екіндіге ауды. Жігіт тағы да шопырға тоқтауын өтінді. Шопыр жалтақтап жолаушыларға қарайды. Сол кезде шайтан түртіп, автобустағылар өре түре келді. Баяғы бұзыр қатын сұқ саусағын шошайтып, бар қажақасын көмейіне жинап алып жігітке «Сен кет» деген сөзді мылтықпен атқандай шаңқ еткізді. Жігіт үнсіз сыртқа беттеді. Шопыр жалмажан оның қолына алдында төлеген тиын тебенін ұстатып жіберді. Автобус ыңыранып жолға түсті. Жігіт асықпай, таямым соғып, дәрет алып, асықпай намазын өтеді. Содан жолға шығып, көлік күтіп тұрды. Көп те кешіккен жоқ. Зулап келіп, бір машина тоқтай қалды. Тізгіндегі жігіт ағасы бұрын милицияда істеген, қазір зейнетке шыққан адам екен. Екеуі әңгімесі жарасып, шауып келеді. Кенет тізгіндегі көке аяғын солқ еткізіп тормозға апарды. «Мынаны қара», деді. Жол апаты болған екен. Автобус пен КамАЗ соқтығыпты. Жігіт бірден таныды. Анау жердегі жеті аунап жатқан автобус мана өзін түсіріп кеткен көлік болатын. Апаттың қатты болған соншалық адамдар қып-қызыл қанға бөгіп шашылып жатыр. Жігіт жүгіріп қастарына барып еді, манағы бұзыр қатын бұған тесірейіп қарап қапты. Шалқасынан жатыр. Тіл аузы жоқ. Сөйлемек болып еді, аузынан қан атып болмады. Жігіт оның басын көтеріп, дауыстап кәлима айтып еді, талықсып барады да бақилық болды. Автор Ерлан Алтай. Жек көрген нәрселерің сендер үшін хайырлы болуы мүмкін, және жақсы көрген нәрселерің сендерге жаман болуы да мүмкін. Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Бақара сүресі 216 аят.